15-ші есепте берілген теңсіздіктегі сынның ең үлкен мәнін табу керек. Яғни бұл теңсіздік мына интервалдың барлық мәндері үшін орындалу керек. Олай болса, біз сынның ең үлкен мәні табу үшін синустың ең үлкен мәнін қарастыруымыз керек. Синустың ең үлкен мәні бізде 1-ге тең. Ал 1-ге тең болатын мәні ол синустың пи бөлінген 2. Синус пи бөлінген 2-ні әкеп қоямыз. Немес тең. Ал x-ның орнына да пи бөлінген 2-ні қоятын болсақ, с. Осы жерден с-ны тауып алуымыз керек. Сонда мынадан 1 шығады. Сонда с-мыз біздің с кіші немесе тең 2 бөлінген пи-ден кіші болады. Ең үлкен мәні міне мынау болады с-ның. Осы мәнді қоятын болсақ, с-ның орнына x-ның орнына кез келген мән қойсақ, мына интервалы жатқан теңсіздіктің барлығы орындалады. Жауабы с жауабына.